Бүгін біз электр тоғының жұмысы мен қуатын жылу ленцаны қарастырамыз. Электр тоғының жұмысы А әрпімен белгілейміз. Оның үш формуласы бар бізде. А тең ИУТ, АИ квадрат РТ, АУ квадрат Р кубит УТ деген. Яғни электр тоғының жұмысы жылумен өлшенеді. Электр тоғының жұмысы ол жылу мөлшерге тең. Мұнда кулар көріп тұрмыз жылу мөлшерлерін. Бұл тоқтың жылулық әрекеті есептеуге арналған формулалар. Бұны жылу ленц заңы деп атайды. Бұл бізде жылу ленц заңы. Үшінші ұғым бізде электр тоғының қуаты. Қуат ол А бөлу Т болғандықтан, Аның формуласынан Т-ны алып тастасақ, бізде П деген ИУ, И квадрат Р, У квадрат бөлген Р деген үш формула шығады. Сонымен электр тоғының жұмысы ол жылу ленц заңына Q-ға тең. Т-ларды алып тастасақ, бізде қуат шығады. Қуаттың өлшем бірлігі ватт. Жұмыс пен жылу мөлшерінің өлшем бірліктері джоуль. Мына формулада көрсетілген U деген кернеу, I деген ток күші, Т деген уақыт, R деген кедергі. Есеп шығарғанда есептің шартына қараймыз, қандай шамалар берілген. Егер анда кедергі туралы әңгіме болса, уақыт болса, және ток күші болса, оны I квадрат R-тен аласыңдар. Егер кернеу тұрақты десе, немесе кернеу берілсе, және ток күші берілсе, оны бірінші формула аламыз. Немесе керісінше, кернеу бар, кедергі бар болса, үшінші формула аламыз. Яғни қандай физикалық шамалар беріледі, сол бойынша формула таңдап аламыз. Енді жылу ленц заңының формуланы қалай қолданамыз? Мысалы, біз үтік қосатын болсақ, бұдан жылу шығады. Сол жылу қанша жылу шығатынын есептеу үшін қажет. Және тағы басқа. Мысалы, кез келген өткізгіш жұмыс жасағанда ол қызиды. Яғни тоқ өтетін өткізгіш ұстап қарасақ, құралдарды, ол бір жылу беріп тұрады. Сол жылуды есептейтін формулалар. Енді мысалдар қарастырайық.